Ассалаумағалейкум достар. Ассалаумағалейкум бауырлар. Достар, біз алдында ғана білесіздер, базарлық бір челлендж бастаған болатынбыз. Челлендж. Осыдан бір ай бұрын, егер де сіздер одан хабардар болмасаңыздар, онда осы жерде шығады, соған кіріп көріңіздер. Сол кезде түсінетін боласыздар, не айтып жатқанын. Ол челленджда негізінде біз Боруссия, Турник. осы Боруссия мен Турниктан рекорд жасауымыз керек болған. Сөзбен айтқанда. Ол әлемдік рекорд емес, өзіміздің жеке рекордымыз. Мақсат болды, соны орындадық. Ол бізде былай болды. Менде 30-дан асу болды да. Да, ол Турниктан. Жаңа рекорд өзіміздің қою керек болды да. Вот. Ал Сенде қанша? менде де сол 30 болды. Ондай болса, достар, қалай біздің сол рекорд жасағанымыз, қалай жеткенімізді, ондай болса көрейік. Қысқаша айтып кетеміз. Қысқаша айтып кетейік, түсіндіріп. Ондай болса, бірінші менің турник жасағанымды көрейік. Ондай болса кет. Достар, мінекей мен турник жасайын деп жатырмын. Қазір Рамазан көп разминка жасамайсың ба? Аз разминка болып қалған сияқты. Мінекей, тура осы майкамен жүрген екен. Көп болды бізде, да? Достар, менде де сезім болды, вообще денең спокойно сезінесің да, түскен кезде стабилизация болмайды, денең битке раскачка. Денеңді бір орында ұстап тұра алмайсың, денең осылай болып тұрады. Сол себептен сенде күш көп кетеді. Артық күш кетеді. Вот. Біздің кішкене қателігіміз болды, бірақ біз оны қалай дұрыс ұстау керек екенін түсіндік сосын. Түсіндік. Енді келесі метнер көреміз. Мінекей уже 34 рет жасадым, и потом менде тағы біреу бар, 34 жасаған. 2 видео бар менде. 2 видео. Енді болса келесі енді Дәуіт жасаған көрейік. Дәуіт бізде вот өте жақсы бастады басын. Қара. Нормально. Уже шатты. Вот уже кетті дене. Жоқ, мен просто весті вообще сезбедім. Вообще сезбедім. Содан кейін уже ауырлай бастады. Тоже сол болды ғой менде де. Мен уже 24-26-ға барғанда сезбейтін, уже сезіле бастады. Ауырған қолдарын бәрі уже. Жоқ, менде андай бір ерекше бір нәрсе жоқ, сондықтан да Боруссияға көше берейік. Боруссияға мінекей қазір көріп алыңыздар. Келесі енді менің Боруссиямды көрейік. Мен бұл Боруссия жасаған кезде шынымды айтсам осылай жасап жатырмын деп ойлаған жоқпын. Жоқ. Бұл бодибилдерский дей ма, қалай айтса болады. Жоқ, мен камераға түсірдім ғой. Сол кезде былай шын көзбен қарайсың ғой, сонда дұрыс жасап жатқан сияқты, бірақ камераға қарағанда просто бұл жерде ракурс болып тұр, ракурс дұрыс алынбаған. Бірақ мен смело елуді қалай түсірсең де, қалай қарасаң да жасап беремін. Смело. Мына жерде сен 60 жасайсың. Мен бұл жерде 60 жасайды екем еще да. 60 тоқтамай 42 ма, сондай ары қарай уже кішкене тоқтап. Еще жасаған кезде сенде де болды, менде де болды. Білесің ба, сезім. Ішің не қылады. Типа атмосфера қабатынан өткен. Да, ішің ауырып кәдімгідей, денең ұйып қалады, қан дұрыс жүрмей қалады. Пресс бәрі кетеді. Пресс бәрі. Мінекей келесі мен осымен болды, жасап болдым, енді келесі Дәуіттікін көрейік. Но достар, мен бірінші попыткада Рамазанмен бірге жасағанда менде дұрыс болмаған. Дұрыс болмай қалды, екінші попытка. Айғайлайтын жерлері болады бұл жерде. Шыдамасаң сол жерден тоқтайсың. Просто мен рекорд жасайын деп келдім. Рекорд жасайын деп келдім ба, жасайсың. Мінекей осылай Дәуіт Боруссиясын жасады. Сосын бізде Дәуіржан бар. Мен бауырым. Дәуіттің. Сол да бізге бірге тренировка жасап бастаған болатын. Қараңыздар, ол турнигі жоқ бізде, бірақ Боруссиясы бар. Қараңыздар қалай жасап жатыр. База жоқ. Ол ең басында бастағанда қанша жасап жүр? Ол вообще жасай алмайды. Боруссия вообще жасай алмайтын. Бізден бірге жаттығудың арқасында қалараңыздар. Ол ораза ұстаған болатын. Содан кейін әлсірек болды енді. Ораза бірінші жыл болды, сосын ол бәрі әлсіз болады. Ал бірақ та одан кейінгі нәтижесін көріп тұрсаңыздар өте тамаша. Респект, базар жасады. Жаңа
деңгейге өзін көтерді, бізбен бірге жаттығу жасап. Сосын ол жаттығуды осы жылы ғана регулярно дейді ғой, күшті бастады. Бұрын ол жай ғана бүйтіп жүреді. Да, мінекей қараңыздар. Қанша жасады бұл? 25 жасады. 25 рет брусья жасап тастады. Жаңадан басталып жатыр почти что. Да, новенький десе де болады. Йо, достар, сонымен біз өзіміздің қойған мақсатымызға жеттік. Да. Қалай сол прогресс мощно болды сенде? Иә, мощный болды. Қалай болды сенде, например, бұрында қанша жасап жүрсің? Бұрында менде мынандай болатын, рекордқа вообще желание болмайды, сосын 10 шақты, 15 солай ойлайды. Бірақ та шынымен де сізде вообще күш көп, сондықтан да ойламаңыз мен аз жасайын деп. Да. Сізде әрқашанда күш іште жатады ғой, просто соны ояту керек. Иә, ояту керек. Ол үшін сіз тұрақты жаттығу жасау керексіз. Бір сөзбен айтқанда біз өзіміздің жаттығуларымызды қалай айтса жасадық. Бізбен бірге челлендж бастаған балалар болса, сіздер кәдімгідей лотерея ұтып алған жоқсыздар, лотереяны қолмен жасап ұтып алдыңыздар. Бізбен артымыздан қайталаңыздар, жаттығу жасаңыздар. Біз әр қазақ баласы спортқа қалай айтса болады, спортқа қызықса, біз үшін ол үлкен жетістік. Ол әр бір бала болсын, қалай айтса болады. Әр қазағым жалғызым. Сіздер біздің қалай айтса болады, көрсеткен осы уақытқа дейін қаншама жаттығу көрсеттік, соларды жасаңыздар. Оның бәрі сіздердің болашақтарыңыз үшін, өздеріңізді дамыту үшін, кез келген бағытқа сіздерге ол үлкен Достар, айтып кетейін. пайдалы зат болып табылады. Достар, біздің ең үлкен қазіргі мақсатымыз ол айтады ғой, қазақ спортын дамыту деп. Біз ол сөз емес, шынымен де іс болып нәтижесі берсе екен дегенбіз. Сол үшін сіздер өздеріңізді үлестеріңіз қосып достарыңызға бөлісіңіздер, бізді андай ойын ойнайтын достарыңызға жіберіңіздер. Ойын ойнайтын ол қазір бала емес, сіз жігіт болуыңыз керексіз. Айтады ғой қазақта 13 жаста отау иесі деп. Сізге ойнап отқан енді ол сөзге вообще келмейді. Сол себептен ойынды тастап өзіңізді дамытуыңыз керек. Соны ұмытпаңыз. Айтарымыздың бәрін айттық, сіздерге миларыңызға жетті деп ойлаймын. Достар, видео сіздерге ұнаса, онда каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Сосын достар, өздеріңіздің достарыңызға осы видеоны міндетті түрде бөлісіңіздер. Кез келген жерден, әлеуметтік желілерден, WhatsApp болсын, Instagram болсын, бәрібір. Сол кезде сіз өзіңізге де және досыңызға да көмектесе аласыз, сосын бізге де көмектесіз. Ондай болса, аяқтайық. Жақында достар, каналдан күтіңіздер, бір қызықты бір проект өзіміз жасадық тағы да. Қалай айтса болады, стрит бодибилдингтің жалғасы десек те бір сондай бірдеме десек те болады. Ондай болса күтіңіздер, жақында шығады. Ондай болса достар, сау болыңыздар.